Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәметкен. Бүгін сіздерге келе жатқан жаңа жылға мерекелік дастарханды дайындап көрсетем. 4-5 адамға арналған 5 түрлі тағам дайындайтын боламыз. Тағамдарды таныстырып өтейін. Жаңа 2022 жолбарыс жылы болғандықтан осындай ерекше салат дайындап қонақтарыңызды таң қалдырыңыз. Екінші салат ол бізде селтпат шөбі. Жыл сайын біздер міндетті түрде осы салатты дайындаймыз. Осы уақытта торт тәрізді қылып істейтін боламыз. Бізде ыстық тағамға, дастарханға керемет көрініс беретін курица фаршированная, ал тіске басарға, яғни закускаға шырша тәрізді тез дайындалатын закуска дайындайтын боламыз. Сонымен қатар десертке духовка қажет етпейтін сметанник дайындаймыз. Осы тағамдардың жасалу жолын көргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Бірінші сметанник дайындайтын боламыз. Ол үшін кастрөлге қант, ұн салып араластырамыз. Содан соң жұмыртқаны қосып, венчиктің көмегімен жақсылап бір келкі масы болғанша дейін араластырып аламыз. Қаймақ 20% болуы керек, одан төмен болса қоюланбау мүмкін. Қаймақты қосып, тағы да араластырамыз. Дайын масымызды газға қойып, лопаткамен араластырып, масса қоюлана бастағанда оттың астын азайтамыз. Лопатканы венчикке ауыстырып 2-3 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде массаны толығымен суытып, тек содан соң полиэтиленмен жауып қоямыз. Блендер арқылы шоколадный печеньені ұнтақтатып аламыз. Егер де сізде блендер болмаса, печеньені салфанға салып, оқтаудың көмегімен ұнтақтатып алуыңызға болады. Мінекей осындай болып шығуы керек. Ұнтақталған печеньені ыдысқа салып, 3 ас қасықтай бөлек ыдысқа алып қоямыз. Ол бізге сметанник дайын болғаннан кейін үстіне себу үшін керек болады. Ертілген сары майды қосып, араластырып аламыз. Осындай болып шығу керек массамыз. Тарелкаға кольцо мен ацетатный пленканы қойып, үгітілген печеньені саламыз. Ас қасықпен бортик кестеп, астын тегістеп, кружканың көмегімен астын жақсылап нығыстап шығамыз. Тоңазытқышқа алып қоямыз. Крем дайындау үшін біздің қолданатын сары майымыз жұмсақ бөлме температурасында болу керек. Аз қасық сахарный пудраны қосып, сары майды ағарғанша дейін 2 минуттай миксермен шайқаймыз. Маңызды жайтты айтып кетейін, сары май мен қаймақты массамыз бір температурада болуы керек. Содан соң суытылған қаймақ массамызды біртіндетіп салып, араластырып, тоңазытқыштан үгітілген печеньені шығарып, үстіне кремді салып, бетін тегістеп, манағы алып қойған үгітілген печеньені шеттерінен бастап ортасына себіп шығамыз. Содан соң сметанникті 5-6 сағатқа тоңазытқышқа алып қоямыз. Мен бір түнге қойып қойдым. Келесі күні кольцо мен ацетатный пленкадан шешіп аламыз. Осымен біздің сметаннигіміз дайын болды, ас болсын. Қарай селтпат шөбі дайындайтын боламыз. Мен алдын ала селедканы жуып, сүйегінен ажыратып алдым. Селедканы 4 бұрышты қылып турап аламыз. Піскен картопты ірі үкіштен өткізіп аламыз. Бөлек-бөлек ыдыста сәбіз бен жұмыртқаны осындай ұсақ үкіштен өткізіп аламыз. Картопке, сәбізге және жұмыртқаға майонез салып араластырып аламыз. Желатинге таза бутылкадегі су немесе қайнаған, салқындатылған суды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Желатин бүгу үшін тоңазытқышқа алып қоямыз. Салатты тортненсіз де жинайтын болдым. Кальцоны қойып, картопты салып, бетін тегістеп, бір ас қасықтай майонезді жағып шығамыз. Содан соң селедканы бетіне салып, ас қасықпен тегістейміз. Сәбіз бен жұмыртқаны салып, бетін тегістеп, жұмыртқаның бетіне ас қасық майонез жағамыз. Піскен свеклаға қаймақ, майонез, шымшы тұз салып, погружной блендер арқылы ұнтақтатып аламыз. Мінекей біздің желатиніміз осындай болып бүгуі керек. Газдың бетінде ыдысқа салып, ең аз отта араластырып, ерітіп аламыз. Желатинді қайнатып жүрмеңіз.
Ерітілген желатинді массаға салып араластырып аламыз. Салаттың үстіне құйып, қату үшін салатты тоңазытқышқа қоямыз. Қарай курица фаршировын дайындаймыз. Мендегі тауық еті 1 кг 400 грамм тауық етін алып, төстің ортасын пышақпен кесіп, төстегі сүйегін алып тастаймыз. Сол кесілген жерін видеодағыдай тігіп аламыз. Салмасына піскен күріш, қуырылған пияз, сәбіз және піскен жұмыртқа, укроп, дәміне қарай тұз, бұрыш, куркума қосып араластырамыз. Сіздер өздеріңіз қалаған дәмдеуішіңізді қолдансаңыз болады. Содан соң тауықтың ішіне салманы салып, екі жағынан видеодағыдай тігіп аламыз. Кесеге аз қасық қаймақ, майонез, 1 шай қасық куркума, орегано, сарымсақ салып араластырамыз. Тауық етінің сыртына, астына, жанына жақсылап жағып шығамыз. Маринадқа 1 сағатқа алып қоямыз. Маринадтап болғаннан кейін 190-200 градуста қызып тұрған пешке 1,5 сағатқа қоямыз. Піскен соң жіптерін алып тастауға ұмытпаңыз. Әсемдеуге мен майонез қолдандым. Мінеки біздің ыстық тағамымыз дайын болды, ас болсын. Жолбарыс салатын дайындау үшін копченый тауық етін алып, 4 бұрышты қылып турап аламыз. 300 грамм болып шықты. Қалғанын алып қойыңызға болады, немесе тек қана сан етін, яғни окорочканы сатып алсаңыз да сол жетіп қалады. Алдын ала көкөністерді ұсақ үкіштен өткізіп аламыз. Тұздалған қияр, піскен жұмыртқа, сыр және сәбіз осыларды үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. Үлкен ыдысқа копченый тауық етін салып, жолбарыстың басының пішінін келтіреміз. Үстіне қияр салып, бетіне майонез жағамыз. Жұмыртқаны бетіне, жандарына қойып, майонез жағамыз. Жолбарыстың беті міндетті түрде тегіс болуы керек. Сыр салып, бетін, жанын тегістеп шығамыз. Майонез жағып, үстіне сәбіз салып тегістейміз. Құлақшын жағын саусақпен басып, маслинаны пышақпен ортасынан бөліп, екі құлағына маслинаны қоямыз. Палычканың көмегімен құлақшын жағын басып шығамыз. Көздерін істеу үшін бізге піскен жұмыртқа керек болады. Саусақпен басып, көз пішінін істейміз. Екіге бөлінген жұмыртқаны қоямыз. Маслинаны жолаққа турап, көзінің қасына қоямыз. Көздің қарашығына қиярды кесіп қойыңызға болады, немесе жасыл пиязды қолдансаңыз да болады. Мұрнын істеу үшін саусақпен ортасына басып, маслинаны қоямыз. Жандарына үкіштен өткізілген сыр қоямыз. Маслинаны майдалап турап болғаннан кейін бас жағына, бетінің жанына жолақ қылып істеп шығамыз. Қиярды дөңгелетіп турап алып, аузына қоямыз. Сырды жолақтап турап аламыз. Мұрт қылып, екі жағына қойып шығамыз. Осымен біздің жолбарыс салатымыз дайын болды. Шырша тіске басарын дайындау үшін блендер арқылы плавленый сыр, жұмыртқа, укроп, сыр, сарымсақ және майонез салып ұнтақтатып аламыз. Содан соң дайын масыны кондитерский мешокқа салып, крекерге шырша тәрізді қылып істейміз. Безендіру үшін қызыл икра қолданамыз. Біздің шырша тіске басарымыз дайын болды. Өте тез дайындалады. Дәмі керемет болып шығады. Ингредиенттің құрамын описание бөлімде қалдырып кеттім. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Міндетті түрде осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған дәметкен.